Комодо айдаһарлары туралы жылдам фактилер бастайық. Олар әлемдегі ең iri кесірткелер. Ұзындығы 3 метрге дейін, салмағы 70-тен 90 келіге дейін, құйрығы денесімен бірдей. Тек Индонезияның бірнеше аралдарында ғана мекендейді. Комодо, Ринка, Флорес, Гилимотанг, Падар, олар динозавр емес, бірақ сондай әсер қалдырады. Ежелгі тегі, өткір тістері, тері астында ұсақ сүйек тақталары бар, сауыт тәрізді қабыршақтары. Олар тек мұрындарымен иіс сезбейді. Тілін шығарып тартатыны не үшін? Ол ауаны татып, иістерді арнайы мүшеге жібереді. Бұл оларға өлекселерді километр қашықтықтан табуға мүмкіндік береді. Жылдамдығын тексеріп көрейік. Қысқа қашықтыққа шамамен сағатына 20 км жылдамдықпен жүгіреді. Олар көбінесе аңдып шабуылдайтын жыртқыштар, жасырынып дыбыссыз, содан кейін кенеттен шабуылдайды. Шағу өте қауіпті, бірақ лас-сілекейге байланысты емес. Бұл миф. Оларда қанды сұйылтатын, қан қысымын төмендететін және олжаның қанының имауына кедергі келтіретін у бездері бар. Мәзірі бұғы, жабайы қабан, ешке, су буйволы. Олар өлекселерді де жейді. Олар каннибал болуы мүмкін. Жас айдаһарлар ересектерден аулақ болу үшін көбінесе ағаштарда тұрады. Ағаштар туралы айтқанда, жас комодолар ағашқа өте жақсы өрмелейді. Олар өскен сайын жерде көп жүреді. Құйрығын тепе-теңдік үшін және қамшы ретінде пайдаланады. Тіршілік ету режимі суыққанды. Таңертең күнге қыздырынады, түстен кейін серуен дейді. Ыстық сағаттарда көлеңкеде болады. Көбею ерекше. Аналықтары 15-тен 30-ға дейін жұмыртқа сала алады. Және егер еркектері болмаса, кейбіреулері партеногенез арқылы көбейе алады. Табиғаттың жеке режимі. Өмір сүру ұзақтығы. Жабайы табиғатта шамамен 30 жыл. Жағдайы қауіп төнген. Бірнеше мың ғана қалды. Қауіптерге мекенде ортасының жойылуы, шектеулі аумақ және аралдарын қысып жатқан теңіз деңгейінің көтерілуі жатады. Комодо ұлттық паркі көптеген айдаһарларды қорғайды. Бірақ оларға әлі де кеңістік және ақылды туризм қажет. Егер барсаңыз, қашықты сақтаңыз, ешқашан тамақ бермеңіз, кенеттен қозғалмаңыз және рейнджерлердің нұсқауларын орындаңыз. Бұлар жылдамдық түймесі бар жыртқыштар. Жылдам қорытынды, ең үлкен кесіртке, улы шағу, иіс сезетін тіл, ағашқа өрмелейтін балалар, жалғыз ананың супер күші, арал патшалығы, қауіп төнген және қорғауға тұрарлық.